Есімім Бекболат Қален. Өткен жылы Қостанай облысы Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтын қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша тәмамдаған едім. Сол мамандығым бойынша өзімнің туған жерім, яғни Ақжайық ауданынан білім саласы бойынша жұмыс іздеп біраз уақыт жүріп қалған болатынмын. Осы кезде Ақжайық ауданындағы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталыққа сондағы мамандарға жолығып кеңес сұрап барған едім. Ондағы мамандар жан-жақтан ақпарат алып, яғни біз секілді жас мамандарға жұмыс қарастырды. Нәтижесінде аудандық Жайықтан газетінің жаңағы жас тілші қажет болып, сол жұмысқа осы ресурстық орталықтың ықпалдасуымен жұмысқа орналасқан болатынмын. Қазіргі таңда осы Жайықтан газетінде қалам тербеп жұмыс жасап жатырмын. Бұл біріншіден осы аудандағы ресурстық орталықтың бірден-бір жастарды жұмыспен қамтудағы, жұмыс іздеудегі жұмысының бір жемісі деп айта аламыз. Бізден басқа да ауданға жұмыс іздеп келген жастардың көпшілігі осы орталық арқылы жұмысқа орналасып сәтті жұмыстарын жасауда.